Ал сәлем достар, және біздің арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің каналда, яғни бүгінгі біздің арнада түсірілетін видео финики в шоколаде трендтегі жаңағы ас, осы асты дайындайтын боламыз сіздермен бірге. Ендеше видеоның соңына дейін көріңіздер. Ал достар, мен осылай финикиларымды жуып, осылай кептірмекшімін. Ал достар, енді кезек финикиіміз кепкенше шоколадымызды ерітетін боламыз. Достар, мен бір ас қасық май қостым. Және де шоколадымыз күйіп кетпеу үшін жаңағы астын баяу оттап пісіретін боламыз. Достар, мінекей қараңыздар, енді құрмамызды осылай кесеміз дағыны, ішіндегі мынаны аламыз да, осыны аламыз, сосын ішіне жаңғақты қоятын боламыз. Сонда сапалы әрі құнарлы болып шығатын болады. Ал достар, енді осы құрмаларымызды ерітілген шоколадқа батыратын боламыз. Достар, міне жасап болдық. Енді 2 сағатқа тоңазытқышқа салатын боламыз. Мә саған достар, қараңдар, бізде қандай финики в шоколаде дайын болды. Сіздерге де кеңес беремін. Өте дәмді болды. Бізге ас болсын. Сіздер де үйлеріңізде дайындап көріңіздер. Келесі видеода жолыққанша.